көп нәрсе ғой бізде, мысалы ақша жоқ, заводта бір түсініксіз жұмыс, қатты ұнап қалды. Өзіне доказывать етесің ғой, мысалы ешкімге доказывать етпеймін, өзіне доказывать етесің, ешқандай глянцевый нәрсе жоқ. Жоқ, бұл жерде важный момент. Көрсету керек. 532-ні басқа стильде түсіргенім өте өзім үшін қуандым. Біз оператор ретінде сол режиссердің ойындағысын жүзеге асыру керекпіз. Содан өзің шаршап кетеді екенсің. Бага все, короче. Барлық комментарийлерді оқитын болсақ, осы сериалдың астына жазылатын, ютубта болсын, айтубта болсын, барлық көрермендердің айтатыны, осындай астын сызып айтатыны, ол сіздің операторлық жұмысыңыз, сондай картинкасы қандай әдемі, қалай күшті түсірілген деп, атмосфераны қалай жақсы жеткізген деп айтып жатыр. Айтып беріңізші, сіз бұл шешімге қалай келдіңіз? Мен Алишермен сөйлескенде ол айтқан маған сол ручной камераны, сосын документалистиканы біріктіру болды, бізде ой болды сондай деп. Сол шешімге қалай келдіңіз? Алишердің интервьюсын қарап алу керек еді ма? Бір ойдан шықты. Қалай болды дегенде, препродакшн дейтін нәрсе болады бізде. Сценарийін оқып болған кезден кейін біз киноны қандай стильде түсіреміз, қандай бағытта түсіреміз деген. Өйткені профессиональный кинооператор, ол бір адам айтып кеткен, оператор, профессионал оператор мен любительский оператордың айырмашылығы не деп. Сонда айырмашылығы олардың любительский оператор ол әдемі кадрлерді күтеді, бірақ разный стильде түсіреді. Профессиональный оператор ол целиком бір түйін проектіні ойлайды. Альбом сияқты. Ашқан кезде әр кадрлар... Фильмді басынан аяғына дейін. Басынан аяғына дейін бір стильде несеу керек. Яғни ол стиль, ол не ол? Ол стильге, мысалы, фишкілер, мысалы, 10 инструмент бар, сол 10 инструментті қосасың. Әлем бойынша миллиондаған инструменттер бар, ол миллион қосып жүрсең, бір өзің несі келмей қалады. Сондықтан, мысалы, біз сұрақ не болды, қалай келдіңіз? Кинолар қарадық, мексиканский школадан шыққан Иньярриту, Любецкий, Куарон дейтін кинолар. Көбінесе Иньярритуның киносын қарадық, өйткені Иньярриту режиссер ретінде маған өзіме де қызық өлім туралы көп зерттейді. Неге біздің адамдар өлімді бір жаман нәрсе деп ойлайды деп, сол не ұнады. Өлімді көп айтпайды, өлім десе қайғылы нәрсе екенін дейді. Бірақ өлім, может быть, өлімнен кейін басқа бір күшті өмір басталады немесе сондай сияқты. Соны зерттеп... 21 грамм фильмін айтып отырсыз. Соны зерттеп түсіріп жатқанда, да, 21 болсын, Beautiful болсын, Вавилон болсын, дәл бәрі сол туралы, өлім туралы. И сол киноларда, «Сука, любовь», киноларды қарап отырғанда, от начала до конца қарап шықтық, и ол киноларда бізге жаңағы тряски ештеңе еткен жоқ. Шыққан 21 граммда қатты тряска болды, оны кәдімгі білінді, и нелинейный монтаждар болсын, шамалы қиындау. Қалған жаңағы Beautiful, Вавилон киноларын қарағанда, бір рахаттанып қарадым. Сол кезде қалай егер осылай түсірсек дейді Алишер. Мен айтам, блин, күшті. Өйткені өзіме әр серия сайын, серия емес, әр проект сайын өзімді новый неге лақтырғым келеді, комфорттан шығып, новый нәрсені көргім келеді. Жаңа тәжірибе алғыңыз келеді. Сонда сіз сол фильмдерді, Иньярритуның фильмдерін бір сондай референс ретінде қолдаңдар, шабыттандыңдар бұлардың? Шабыттандық, көрдік. Өйткені, мысалы, Вавилонда ояқтың цветовой гаммасы біздің степке ұқсайды атыраудағы. Конечно, кішкене ақшылдау, жаңағы балалардың көрген жүрсіз ғой Вавилон? Жамбылда. И Beautiful'да, мысалы, жаңа көк нелер, стеналар, потолоктар. Бұл жерде Барселонаның. Да, Барселона. Ояқта ол киноны қарағанда, изучать етіп қарап отырғанда, ол киноларда по художке байқадық, что
оказывается кадрде көп заттар қояды, кәдімгі толтырып көп заттар қояды, сол себептен фактурный богатый кадр шығады. А бізде қалай, бізде даже стена белый, бір домбыра қояды, өкіріп қояды, и бір не қояды, и ол бір бедный бір кино сияқты, ну типа кадр бір какой-то плоский болып тұрады. Сонда кадр ойнамайды, өзі сөйлемейді кадр. Сол себепті ал мына қоршаған орта ол деген тоже история, и ол деген тоже айтады, әңгіме айтады зрительдермен. Сондықтан соған көп көңіл бөлдік. Любой жерде көп заттар салуға, керек заттар салуға тырыстық. Наши дни біз осы қазіргі біздің кезімізді біз 2.35-те 1 деп шештік. Біз бүткіл киноны сол стильде түсіреміз деп ойладық. Бір реф ретінде даже біздің Әлихан Ержановтың режиссердің черный человек. Я сол ұқсайды. Длинный немен соны түсіреміз деп ойладық, бірақ бір жағынан шекерге де ұқсап кетуі мүмкін, жаңағы широкоугольный объектив, жаңағы ракурс, не ракурс. И өзіме жаңағы не қызық болды. Кім Әлішер шамалы күмәнданып несіп жүрді, ойланып жүрді да, и сағат где-то 4-те, таңғы 4-те жақ жүрді. Вага все, короче. 90 жылды қолмен түсіреміз, біздің немен широкоугольный объективпен түсіреміз. Сонда бірге шештіңдер, сондай шешімге келдіңдер. Және де осы 5.32-де өте көп сондай үлкейтілген пландар, крупный план дейді ғой. Сондай пландар өте көп, детальді. Сонда адамның бетін үлкейтіп көрсеткенде, соны эмоцияларын көрсету үшін. Сол бұл да сізге сондай қызық па, бұл Эммануэль Любецкийдің стиліне ұқсас, бір сондай жартылай. Сізге де бұл өте сондай қызық стиль ма? Бұны қалай ойлайсыз, сол адамның эмоциясын көрсету үшін сол үлкейтілген план өте жақсы істей ма фильмдерде? Сонда сөйлеп тұратын план сияқты бұл да. Операторның стилі дейді ғой, мысалы операторның стилі может быть. Мысалы режиссер ол жаңа өзінің сценарийсін жазады, немесе басқа сценарийді оқып, өзінің басындағы нәрсені командаға бөліседі. Біз оператор ретінде сол режиссердің ойындағысын жүзеге асыру керекпіз. И предлагать еткенде режиссерлардың да өзінің стильдері болады. Айтады, мен монтажда бір общий и 2-3-4-5-6 детальдар түсіріп, сонымен монтаждағым келеді дейді. Ол уже менің стилім емес, ол режиссердің повествованиесі солай айтқысы келеді зрительге. Кейбір режиссерлар бар, ол бір кадрды қояды, и сол кадрдың ішінде театр сияқты болып отырады. Ол тоже режиссердің өзінің шешімі. Ал біздің стиль неде жатыр? Біздің стиль свет қоюда. Менің стиль, мысалы, операторлар, әр адамның даже бэкграунды бар ғой. Мысалы, мен өзім кішкентай балалық шағымда және жастық шағымда, қазір да жаспын ғой, көрген көп нәрсені байқай білу керек операторларға. Өйткені даже кішкентай кезімізде, мысалы, үйде жатқанда жаңа мұздың еріп ағып атқанын бақылап қарайтын. Қазір бір жаққа асық бар да, сондай нәрселерді бақыламайсыз, күннің еруі, жаңа гүлдің шығуы деген сияқты. Ондай нәрселерге операторлар көп көңіл бөлу керек. Күннің қалай, мысалы, күндіз қалай үйге свет түседі, немесе кешке қалай түседі, кешке қалай көгереді, сондай сияқты. Сондай суретші сияқты болу керек. Суретші сияқты, художник. Өйткені мен өзім кішкентай кезімнен сурет салуды жақсы көремін. Суретті еще бір жерге қарап емес, түсімнен, либо ойымнан алымды, бүйтіп салып шығамын. Комикстер салып жүрдім. И нағашы атам Қайырбай Закиров дейтін кісі. Ол художник-постановщик нағашы атам. Ойладым, художник болады шығарым мүмкін деп. Барып жүрдім, содан кейін грантқа түстім. Ақтөбе қаласында Жұманов университетіне металлургияға. Мен ол жағдайда қалай. Папам әкем звондайды, бір таксовать етіп бір кісіні алып кеткенде. И ол кісі жаңа грантқа отвечать етеді екен. Мен де балам осы энто тапсырды, осы қазір күтіп отыр. Қайда аты кім деген ғой? Аргенов деп терген. Аргенов деп терсе, грантқа түсті дейді. И папа звондайды. Балам грантқа түсті, молодец дейді. И мен қайыққа түстім, металлургияға түстім дейді. Металлургияға түстім дейді. Мен металлургия дейтін қандай жұмыс істеймін? Білмеймін. Келемді Google-ға металлургия деп терем. Заводта бір түсініксіз жұмыс. Ал мен физика таңдадым, физикадан жақсы болдым өзім.
бірақ өзім сразу сездім, что менікі емес ол. Сағат таңғы 6-та тұрып, 9-да келіп, күн солай жаңа демалысты күтіп, тағы бір ол өндірістік жұмыс қой. Өндірістік жұмыс, иә. Тем более там денсаулық керек ол. Мектеп кезінде жұмыс істей бастадым. Семейный обстоятельствоға байланысты. Ерте жұмыс. Официант болып, официанттан кейін фотограф моментально. Содан кейін видеооператорлыққа көштім. Содан кейін жылап жүрдім, папа осылай ақша азы беріп жүр анау бала деген сияқты. Папа келеді да маған өзінің пенсиясынан X10 дейтін камера сатып берді. Мен өзім түсір тойында деп. Сөйтіп той түсіріп, сөйтіп видео түсіріп жүрген кезде ютубтан қызыға бастадым, қалай түсіру керек, не істейді. Ютубта Лакоста дейтін рекламаны көріп қаламын. Көрдіңіз ба? Айтылған. Иә. Киссес деген ба? Кис, да, который первый поцелуй. И енді біз жас кезінде бүйтіп, енді бірінші алғашқы қадам қыздарға бірінші кәмелеттік жасқа толғанда. Иә, сол кездегі ішінде сол дүрсілді, сол жаңағы видео арқылы башняна секіру арқылы көрсеткенді мен деген вау, бұл өнер күшті, өзіме қатты ұнады. Сіздің ішкі сезіміңізге бұл келіп қалды, иә, сол кезде? Келіп қалды, и маған қалай көрсеткен ұнады. Такой тапшылық, бір өзінің ішкі сезім, ол ұрып қалуы мүмкін деп. Сондайға сезім. Содан кейін фильмі қарадым. Жаңа киноны қалай түсірген, жаңа сериал деп по-моему нені, реклама. Жарнаманы. Оператор Хойте Ван Хойтайм, который Интерстеллар түсірген. Өзіме шештім, что мен осы неде, осы топта білмеймін кім болатынымды, бірақ осының ішінде жүргім келеді деген сияқты. Ал мысалы режиссер мен оператордың бірге екеуі жақсы қарым-қатынаста бір-бірін бір сөзден ақ түсіну, ол өте маңызды нәрсе, иә. Мэч деп жатады ғой осындай нәрсені. Мысалы, көптеген әлемдік режиссерларды сондай бар. Мысалы, Вуди Аллен мен Стар Аронны алатын болсақ, ол кәдімгідей түсінеді. Вуди Аллен не айтқысы келеді өзінің киносы арқылы, қалай түсіру керек. Және сол кімді де алатын болсақ, Куаронды, Любецкий екеуін, бұл да көптеген керемет фильмдер екеуі түсірді. Керемет дуэт болып. Әділхан Ержановта қазір мысалы Айдар Шариповпен түсіріп жатыр, немесе Еркінбек Пітірәлиевпен көптеген жақсы керемет фильмдерін түсірді. Сізде осы Алишер екеуіңізде қалай ойлайсыздар, сондай қандай сізді біріктіретін қандай қасиет бар? Немесе идея бар, ой бар ма біріктіретін екеуіңізді? Сол ой үшін екеуіңіз сондай қандай қалайсыңдар, қандай армандайсыңдар, нәтижені солай шығады? Бірінші арманымыз ол не шығар? Қазақстан кино индустриясын көтеру. Качествомен. Өйткені көп нәрсе ғой бізде. Мысалы, ақша жоқ дейміз. Команда әлі непрофессиональный. Кейбіреулер не ответственно қарайды. И соның бәрін бүйтіп теріп, ой, бізде ештеңе. Россияда мысалы андай, Европада андай мысалы. Мысалы, бір режиссердің 6-5 ассистенті бар, әрі өз жұмысын біледі. Оған келетін шығармыз, Алишер Утевтің өзі айтып кеткендей, біз 15 жасар, мысалы киноиндустрияны кәдімгідей бала ретінде қарасақ, біз әлі 15 жастағы баламыз, который неше түрлі эксперименттер жасап, құлаймыз, мысалы, көтерілеміз. Ал Голливуд, ол, наверное, үлкен кісі, который 45. Бұл 100-ден асқан енді. 100-ден асқан уже пока ешкімге қызығы киноның өзі қазір 120 жастан асып кетті. Осы желтоқсан айында 128 жасқа толды ғой дейміз, киноның өзі. Сондықтан сіздерді біріктіретін ой сол қазақ киносын деңгейін көтеру. 532-ні басқа стильде түсіргеніме өте өзім үшін қуандым. И өйткені өзіне доказывать етесің ғой, мысалы ешкімге доказывать етпеймін, өзіне доказывать етесің. Өзіңізге мақсат қойдыңыз, сол мақсатқа. Типа бір мендегі шекер сияқты бір широковольный мен түсіре бермеймін деген сияқты. Мен басқа да мысалы 532-де ол бізде 50-ші объектив, қолмен камера жетеді. И ол жақта просто бит адам түсіре алмайды. Өйткені мен андай қызық нәрсе болған, кабинет, шалқар мен думаны түнде түсіріп жатырық. И терезені жауып тастағанбыз. Өйткені ана машиналар жүреді, и звук беріп жатыр. И темекім бұрқырады, темекі көп тартады ғой енді. И мен ана жақтан құсқым келіп, кәдімгі шылқып терлеп, кәдімгі темекінің иісіне уланып қалдым. И келемді қасыма ассистентіме берем. И барып далаға шығып кетсем, 5 минуттан кейін сөйтіп, бага қайтып кел деген сияқты.
қайтып келсем сол жаңа 2 кадр жаңа нені түсіру да өзі қиын дейді. Бүйтіп просто 8 бүйтіп камерада жасайды бірақ. Кейіпкердің артынан жүру ма? Кейіпкердің артынан жүру, даже былай бүйтіп демалған өзі неестественно ассистентім алып бүйтіп тұрған ғой. Уже чувствует же. Менде қалай менде бүйтіп. Тек қана дірілдеп тұрған сияқты. Каждый сөйлеген, каждый мимикасына соған байланысты бүйтіп қозғаламын мен. И даже бүйтіп импровизация көп болады. Өйткені бізде пришутик ештеңе болмайды, күн батып бара жатады, 18 сценаны түсіру керек бір күнде, бүйтіп не істеп жатқанда, сол кезде жаңағы актерлармен бүйтіп миссияны өткізіп жатқан кезде уже басымен бүйтіп ұстап отырасың. Мысалы мындай керемет күшті жағдайлар болып қалады. Ол когда мысалы бірінші серияда Думан мен Шалқар ана маньяктардан асып тұрады да, и жаңағы бүйтіп не істеп алады да, артқа қарайды. Сонда мен бұрам. И келесі бұрған кезде мен білмеймін, уже инстинктивно оларға емес, доңғалаққа бұрам да. И доңғалақтан уже айналып бүйтіп кетіп бара жатады. И ол просто импровизация. А екіншісі ол екінші серияда ана паркке келген кезде екеуінің артынан бүйтіп жүріп келе жатамын да, сол кезде артынан москвич өтіп бара жатады бүйтіп. И сол москвичпен бірге кетіп қаламын. Жаңа кім Шалқар мен Думаннан алып кетемін да москвичтен. Жаңа кімге келемін? Жаңа отырған семечка сататын әйелге. Ол да тоже как-то импровизация тоже можно сказать. Сізде сонда сіз камераны бұл кәдімгі үшінші кейіпкер кадрда ретінде мен қалай қараққа қарағым келеді, қаяққа қарауға тиіспін, соның бәрін. Кейіпкерде камерада өз кейіпкер. Акцент көбінесе неге дейді, мысалы, қолына дейді. Шеше хорошо дейді. А былай өзінен көп бостандық не береді. Мысалы, Любецкийдің камераны жұмыстарын қарайтын болсақ, бұда да мысалы камера бұл кәдімгідей кадрдағы жаңа кейіпкер сияқты. Оны ешкім көрмесе де, біз оның көз қарасымен қараймыз ғой камераны. Сондықтан бұл кейіпкер сияқты. Сіздің де сериалдарыңызда, сіздің жұмысыңызда сонда камераңыз кейіпкер сияқты, жаңа кейіпкер сол кадрда бағалап қарап атқан сияқты сонда көрінеді. 5.32-ді қарап отырғанда ең басында мен көрсеткенде маған Алиш айтқан, көрсеттім дейді, таныс адамдар маған киношы. Насчет тряски вообще ешкім деген жоқ, даже сезілмейді дейді. А ол мен үшін комплимент можно сказать. Өйткені операторды ешқашан байқап қалмау керек. Қалай әдемі түсірсе де, не істесе де. Киноны қарап жатқан кезде, егер кино ішіне кіріп кетсең, атмосферасына, соны бірге сочувствовать етсең, значит бұл жерде и режиссер, и оператор, и костюмер бәрі жақсы, тамаша жұмыс, 5-ке жұмыс істеп шықты деген болады. А егер зритель камера мына жерде оператор бүйтіп бұрып жіберді деген нәрсені көрсе, ол значит оператор слишком акцент мына жерге акцент керек емес нәрсеге қозғалысқа. Сондықтан әрбір қозғалыс, әрбір жаңа мысалы бүйтіп қозғалған нәрсе бір өзінің несі бар. Мысалы ол адам болуы мүмкін, дірілдеп тұрған. Ужасный заттардың бәрін қарау үшін. Мүмкін ол 90 жылдағы тұрақсыз заманның несі. Метафорасы сияқты деп алу. Былай қарап отырсаң, любой кадрге, любой неге философияны спокойно тауып алуға болады. Ал сізде камераларда және 5.32-де мынандай сәттер бар, камерада қандардың іздері қалып қалады деген сияқты. Адамның демалғаны қалып қалады сондай. Оның да бәрі әдейі қалдырылған, жасалған нәрсе ма, әлде бұның да бір мағынасы бар ма? Мысалы, мен білемін, Любецкийде жақсы көреді сондай стильде. Неде мысалы бір қыраудың іздері қалып қалған сияқты, выживший да болды. Любецкийдің мен выживший дейтін киноны бар 2016 жылы танытпай ерте тұрып алдым да, интернеттен киноларды іздеп отырдым да, выжившийді қостым да, қарадым. Қатты ұнады. Өзі Любецкий танымаймын. Танымайсыз ол кезде. 2016 жылы мен операторларды изучать еткен жоқпын. Оның Куаронға түсірген фильмдерін көрген жоқсыз ба? Көрдім, содан кейін көрдім. Сосын көрдім. Когда уже Санкт-Петербургке оқуға кеткенде, сонда ғана изучать ете бастадым. Қандай операторлар, қандай стиль, не екен. Оның бәрі сол желаниядан пайда болды. А былай оған дейін мен даже кинода қарауға ондай не істемеймін. Мен мультфильм көп қарадым, футбол көп ойнадым. Осындай балалық шақ сондай болды. Енді Ақтөбелік болғаннан кейін Ақтөбелік футбол қаласы ғой. Футбол далаға шығып кетесің, футбол не бересің. Сол кезде нені айтып отыр едім мен? Выживший киносында Эммануэль Любецкий айтқан өзі, жаңа
жаңа аюдың демалғаны бу болып келеді ғой бүйтіп. Иә, камерадан іздері қалып қалды сонда. Олар не істейміз, бұл бірақ қой деп ойлаған. И сол кезде алып тастайын деген басында. алып тастағысы келген, содан кейін жоқ қараған, и ол наоборот какой-то эмоция береді даже. Бұл да атмосфера береді өзі. Какой-то қасында сияқты аюдың. Сол сияқты ол нәрсе неизбежно. Мысалы 7-ші серия бүгін бүйтіп қарап отырмын, жаңағы каплялар түсіп отыр. Иә, сол қандардың іздері бар, камерада қалып қалған. До конца түсіріп шығуға болады. Өйткені бізде бұл жерде стилистика грязный деп айтамыз ғой. Грязный свет қойылған, грязный такой. Бәрі. Кәдімгі тұрмысты көрсететін. Тұрмысты көрсететін, ешқандай глянцевый нәрсе жоқ. Даже свет қойған кезде смело. Мысалы, қазір біздің түсінікті комедияда енді барлығы әдемі, глянцевый бәріне ғой. Бірақ комедияның өзі де мысалы 1+1-де свет қою бойынша объем дейтін нәрсе бар, и көп киноларда бізде мысалы объемға көп көңіл бөлінеді. Мысалы адамның беті, и оны келеді заливать етіп тастайды екі бетінде. Мысалы сол Шалқар мен Думанды алатын болсақ, екі бас кейіпкерді, иә. Олар мысалы бір іске келеді ғой, бір тергеу ісіне, бір маньяк тағы да бір қылмыс жасады, иә, сол жерге келеді. Сол жерде қараған кезде өзінің сол ызасын, қалай ызаланып тұрғанын, қалай ашуланып жатқанын, сол үлкейтілген план арқылы көрсетілген сол сериалда. Сол да өте, сол да бір қызық сияқты, меніңше сол да адамның ішкі жан дүниесінде болып жатқан сол күйзелісті көрсететін сияқты. Ең бірінші способ эмоция көрсету ол жаңа крупный план болып саналады. Бірақ кейбір режиссерлар бар, которымен жұмыс істеген. Ол режиссерларға кейде айтқым келген, оператор ретінде мысалы даже силуэтте эмоцияны көрсетуге болады. Немесе дальний планда, үлкен алыс дальний пландан эмоцияны көрсетуге болады. Сол себепті тек қана крупный емес деп айтқым келеді, жеткізгім келеді. А жоқ, кейбіреулер прям жоқ, бұл жерде важный момент, бұл жерде жылайын деп тұр, ол деген көрсету керек біз. А мен айтамын, қас свет былай күшті түсіп тұр, ана аяқтан общий план и силуэтпен бүйтіп бір движение жасаса бүйтіп жылаған, оның өзінің эмоциясы мықты болады, чем битканы біз көрген сияқты. Типа жевать етіп жұртты қозғаған сияқты. А біз адамның ойын не істейміз да, елестетеді. Адам сразу воображение сразу қосып кетеді ғой. Мысалы силуэт адам көрсе, оның алдында түрін көрді и примерно қалай жылап жатқан көзіне елестетуге болады. Сол сияқты кинооператорское искусство деген нәрсе әдемілік емес, больше жаңа атмосфераға, больше жаңа историяны, эмоцияны дұрыс жеткізу білуге. И мысалы Шекер 1, 2, Сержан Братанда менде мысалы көбінесе эксперимент болса. Өйткені широкоугольный объективпен мен 2020-да желтоқсан жайықпен жүздескенде дейтін клиптің түсірген кезде өзіме аштым. Қатты ұнап қалды. Сол кезде бастап Шекер түсірдік. Шекерден кейін Сержан Братанды широкоугольный объективпен түсірдік. Содан өзің шаршап кетеді екенсің. Өйткені барлық ракурстарды қарап шыққан сияқтысың. И что-то новое хочется. И басқа стилистикада. И 532-де сол Альштың түнде 4-те жазғанда осылай таңдаймыз дегенде өте қатты қуандым сол кезде. Сендер сондай бір тренд беріп жатсыңдар, иә, сол жастарға? Иә, тренд болған шығар, өйткені Инстаграмда мысалы қаншама жастар өздерінің видеоларын түсіріп жібереді. Бас айналып отқан сияқты. И неоновый цвет шығар, ол Европада жаңа сериал эйфорияны қарап не істеген. Иә. И Ван Кар-вайдың киносын грязный сол ұсынады бізге. Падшие ангелы. Ван Кар-вайдың, кстати, маған өте кинолар қатты ұнайды. Жаңа 8 FPS. Любовное настроение ұнайды. Любовное настроение, да. Пусанда Шекер өтті мысалы. Канский фестивальда еще шорт-листке түсті Шекер. Бірақ бүйтіп қарап отырсаң, актерлардың ойнағаны
асып баратқан емес, ойын емес. Иә, бұлар не бәрі бірінші дебютанттар ғой. Иә, дебютанттар жоқ, оны түсінемін, бәрін білемін, бірақ өзім іштей бағалаймын ғой, енді өзімнің пікірім бар, и сол кезде бағалаған кезде маған нашар деп ойлаймын, мысалы актерский играны неде. Шекерде бірінші сезонда. Екінші сезонда енді более-менее. Неге олар ұтты? Меніңше бұл Азияға... Мен мінезімді, немді айтайын, мінезімді, пікірімді. Ол, мен ойымша, ол деген, олар біздің тілді білмейді, қалай сөйлейтінімізді қалай несейміз. Оларға солай сөйлейтін шығар деп ойлайды да, и жаңа титрді оқиды. И өздері құлағына басқаша түсінеді. И сол себепті оларға ол жағы не істемейді. А біздің өзіміз қазақтар бүйтіп қарап отырғанда, немесе қазақстандықтар, түсінеміз, что өмірде былай сөйлемейміз кейде. Кейде олай переигрывать етпейміз деген сияқты. И сол себепті кинода не ол? Кинода самый главный сенім ғой. Егер бір рет сенбей қалсаң, бұл жерде мысалы жаңа исторический кино түсіріп жатып, телефонды көріп қалсаң, немесе Nike дейтін бір жазу көріп қалсаң, ой, бұл деген... Starbucks бір стаканчикті игра престолов. Біздің обычный адамдар кино түсіріп жатыр екен ғой, бұл әлем, бұл андай кино емес, әлем емес деп сенбей қалады да. Алиш өте жаңа актер таңдағанға, не адам тануына жақсы біледі ғой. Өйткені мен актер таңдағаны өте таңғалдым. Қалай дәл точкаға түседі екен. Ол актерлермен керемет жұмыс істейтін. Керемет жұмыс істейді, иә. Оның жалпы осы 4 фильмі шықты ғой енді қазір режиссер ретінде, иә. Оның алдында бұл сценарист ретінде қаншама көптеген жобаларды жұмыс істеді. Сол бірінші ол тойский комедиялар деп жатады ғой, сондай не брак или брат, сосын ва-банк, және сосын сериалдарға келді ол, иә, Сержан Братан, және қазір осы 532-ні түсіріп жатыр. Сонда осы 532-ге келгенде, және Сержан Братанға келгенде, сіздер екеуің бірге жұмыс істей бастаған кезінен бастап, оның бір өзіндік бір стилі пайда болып жатқан сияқты. Маған сөйтіп көрініп жатыр өзіме. Сіз қалай ойлайсыз? Ол өзінің сол стилін тауып келе жатыр ма, Алишер қазір? Менің себебім бар. Себепкер шығармын, но ең маңызды себеп ол Алиш айтады. Мысалы, ол ең басында түсірген кинолар жаңа «Брат или брак» екінші часть, жаңа «Ва-банк». Ол кинолар маған шыны керек ұнамайды. Ол кинолар ұнамайды. И даже ондай қызық нәрсе болған. Сержан Братанға дайындалып жатқан кезде, Алиш маған айтады, макбугыңды беріп тұршы, мен қаға бірінші частьін көрсетейін саған. Бірінші частьінде біз лом аноморфик дейтін объективке түсіргенбіз бірінші часть. Мен саған картинканы көрсетейін. И соны ашады да, а менде дизлайк тұрған яқты. Такая игра. И мен ана жерде қалай не істерімді білмей бүйтіп. Ну, это ол менің ойым. А сіз сонда дизлайк қоясыз ұнамаған видеолар? Ұнамаған видео дизлайк қоямын, да. Сосын? Еще сондай андай дискомфорт бір сезім, білмеймін, байқады ба, байқаған шығар енді. Өзі айтады ғой, мен жасаған істерімнің бәрі 20% ғана ұнайды деп. Алиш. Алиштың ол сәлем social media. Өйткені ол сәлем бізге, маған, Алишке возможность беріп жатыр. Мүмкіндік сыйлады. Мүмкіндік. Свобода. Өзінің шығармашылық идеяларын жүзеге асыруға мүмкіндік. Азақша болса да, бізге кәдімгідей осындай возможность беріп жатыр платформа ашуға. Сол себепті ақшаға емес, даже свободаға, цензураға байланысты деп ойлаймын. Өйткені если Алишке ақша беріп комедия емес, жаңа авторский киноны түсірші деп берсе, күшті кинолар шығады. Оның шамасының келеді деп ойлайсыз, иә? Келеді. Қолдан келеді.
Сонда меніңше сол менің байқағанымша сіздер сол екеуің бірге жұмыс істей бастаған кезде сол Алишердің бір өзіндік бір стилі кішкене пайда болайын деп жатқан сияқты сондай. Ол өзі айтты, мен іздену үстіндемін әлі деп. Сол бірге сондай екі ойлар сәйкес келетін, сондай түсінігі сәйкес келетін адамдар біріккен кезде, бірге жұмыс істей бастаған кезде сондай бір жақсы дүние шығатын сияқты меніңше. Әрине, өйткені мысалы сценарий жағынан мен вообще уайымдамаймын. Бірінші біліп оқып шығамын, екінші рет оқып шығамын, үшінші рет оқығанда уже бүйтіп визуал несін кешіріңіз қараймын да. И Алиштің жақсы жері кәдімгі сценарий жағынан өте грамотный. Өйткені өзі қаншама кітаптарды оқыған, өзі самообразованиемен күшті айналысады. Бос уақытын тренировкаға барады, дисциплина дейтін жағынан өте күшті. Ол кісілердің қасында жүріп жұмыс істеу маған да күшті, өйткені айналаны байланысты ғой, қалай мен жүремін, қалай не істеймін. Өйткені ол кісіге қарап қойып үлгі аламын, үлкен ағам сияқты. И ол кісінің жақсы жері, мен сценарий мен режиссур жаққа актерлармен қалай жұмыс істейді дым уайымдаймын. Кейде болады уайымдаймын кейбір проекттерде, өйткені режиссер шамалы нашарлау. Нашарлау дегенде мен сезіп тұрмын, режиссер емес сияқты. И уайымдаймын, блин, қазір әдемі күшті қылып түсіріп беремін да, но игра не очень болса қайтемін деген сияқты. Ол жағынан Алишпен дым уайымдамаймын, мен өз жұмысымды жасаймын, и Алиште маған да солай. Бага қалай көріп тұрсың, по красоте просто сделай дейді. Ол сізге сенеді толық? Ол маған сенеді, да, толық. Ал сүйікті операторларың бар ма әлемдік? Сүйікті операторларым. Бізде сұхбатта айтып кеттік, Роджер Диккенс бар, Эммануэль Любецкий бар, Старару бар, Сүйікті операторым жоқ, шыны керек. Әрі операторлардың стильдерін зерттеймін өзім. Қазір интернетте көптеген мағлұматтар бар ғой. И ұнайтын, атап өтетін ол Роджер Диккенсон, Эммануэль Любецкий. Такой банальный. Енді олар ең үздік оператор әлемнің. Хойте ван Хойтема ойнайды. Голландияның операторы. Кореяның операторлары бар, мысалы Ли Чандонмен жұмыс істейтін Пылайыш. Мен аттарын жаттай алмаймын. Хон Пен Пхё деген оператор, керемет оператор. Олдбойды түсірген оператор, маған қатты жұмыстары. Ол кісінің оператордың, кстати, мен басқа жұмыстарын қараймын, Олдбойдан басқа. Ол кісінің композициясы, жаңа Шекердің композициясына ұқсайды екен. Мысалы, мынандай бір кадр, и мына жағында бір жерінде тұрады. И оны мен содан кейін байқадым. Уже Шекерді түсіріп біткеннен кейін? Шекерді түсіріп болғаннан кейін, И біз, по идее, Шекердің несін мен Айтөреге через Мистер Робот ұсынған. Бір ютубта бір эссе шықты, қалай делетте, не істейді. И давай осындай стилистика түсірейік деп. Ол Қазақстанға бір какой-то новый не сияқты болып тұрды. Оны ешкім түсірмегеннен бір жаңа сияқты көрінеді. Ал біздің мысалы Қазақстанда да жақсы операторлар жетерлік бізде, Азиз Жамбакиев бар, ол ең алғашқы оператор бізде Берлиналеде, фестивальде Берлинде Серебряный медведь ұтылған операторлық жұмысы үшін Уроки гармонии фильмінде. Сол Эмир Байгазин және Еркінбек Тұралиев бар, Әділхан Ержановпен күнделікті жұмыс істейтін. Кім бар тағы? Едіген Исіпбеков деген бар кісі, сосын Азамат Дулатов деген бар. Солармен сендер араласасыңдар ма біреулермен? Сіз атап өткен операторлардың ешқайсымен араласпаймын. Өйткені білмеймін. Мен өзім бір жыл болды осы неге, индустрияда жүргеніме. И ондай бір тусовкіде кездесетіндей ондай уақыт болған жоқ. Өйткені жаңа проекттен секілді. А былай дос ретінде қатарым ол жаңа Сардар Байымболдин, Нұрсұлтан Базарбай. Сосын кім бар тағы операторлар. Тағы жас балдар операторлар. Солармен сөйлесемін. Сонда Адилхан Ержановтың осы черный человекті қарадым дедіңдер, осы 5-12 дайындалғанда. Бұны ресейлік оператор түсірді, Шарипов. Айдар Шарипов. А бұл жерде не ұнады сендерге сол Адилхан Ержановтың фильмінде? Оның сол режиссердің ең үздік фильмі деп жатыр қазіргі таңда. Адилхан Ержановтың ол фильмінде бұл да сондай бір детектив. Бір кадр, екі кадр, бір сценаны, бір екі кадрмен алып шыққандары ұнады. Себебі біз, мысалы, бізде бюджет беріледі, и осындай серия, осындай айда түсіріп болу керек, осындай сменада. И сол кезде сен жаңа возможностьты қарайсың, қанша уақыт бар сенде. И сол ойлап едік, сол кезде ойладық. Может быть, осындай стильде
бір мизосценада просто композиция түсірген стилі ұнады, иә, сол черный человек? Да, керемет түсірілген. Иә, сізге ұнайды ма? Иә, ұнайды маған. Өте керемет фильм, жалпы өзінің несі, негізгі ойы да керемет. Өзінің бір әлемі бар сол кинода. Иә, сол Қаратас. әрбір күшті кинолары ол өзінің әлемі бар, және сол әлемге кіріп кете аласың. Сол жерде ғой, менің ойымша. Мысалға Высоцкийде бәрі айтып отыр, сол атмосфераға кіріп кетесің деп. Иә, атмосферасы жақсы берілген. Және музыкасы да бұл жерде де рөл атқарады, өзінің керемет жазылған. Егер барлық жағынан бәрі жақсы болса, иә, монтаж да жақсы жасалған. Сонда актерлер де керемет ойнайды әрине. Жалпы өзің қандай мақсаттарың, армандарың бар оператор ретінде? Нені тағы жүзеге асырғың келеді? Қазір сонда сенде осы Қазақстанда бір танымал операторлардың бірі болып тұрсың, иә? Қазір осы ең танымал жобаларды жүзеге асырған. Сержан Братан болсын, 532 болсын, Шекері болсын, иә? Қазір енді саған сұраныс өте сондай жоғары болып тұр. Сондай қызығушылық та жоғары болып тұр. Бәрі қазір сынайды, қарайды, қадағалайды, иә, жұмысыңды. Сондай бір мақсаттарың бар ма алдыңа қойған? Еркектің екі мақсаты бар ғой. Біріншісі ол жұмысын таңдау, дұрыс өзіне жақсы көреді. Екіншісі ол жұбайыңды, сол екі неден қателеспесең алда ұшасың. Бірақ мен екінші курстан бері қойған мақсатым, қазір өзім түсіндім, что мен әр жаққа аумай бір бағытты таңдап, сол бағытта до конца не істеймін деп. И ол нәрсе сол операторлық жұмыс болды. И мақсатым сол әлемдік востребованный оператор болу. И ол жаққа әлі жету, меніңше, көп қызық еңбектену керек.